Бір сұрақ, енді қазір мектепте енді қазір каникул кезі ғой. Сіздер демалыс жоқ па? Бізде мұғалімдерде демалыс болмайды ғой. Балалар ғана каникул. Енді жақында марапат алдыңыз, қателеспесем. Иә, марапат алдым. Құтты болсын, еңбегіңіз еленіп жатқан шығар. Енді бірақ енді мынау әлеуметтік желіде көп айтылатын сындар бар ғой. Енді сізге мысалы негізгі жұмыс ұмытып кетеді. Бұл енді өзінің директор екенін, ұстаз екенін ұмытып кетеді деп жатады. TikTokқа контент түсіреді деп. Енді мен де жаңа өтіп бара жатып, контент түсірейін деп жатыр ма деп ойлап қалыппын. Жоқ, контент күнде түсірейін. Баланың білімі деген приоритет пе деп соны сұрайын деп едім. Мектептің білім көрсеткіші ақсап тұрған жоқ па? Жоқ, баланың білім сапасын беру біздің бірінші кезектегі мәселеміз. Қазір таңда біз оны мақтан аламыз. Мысалға биылғы оқу жылында 14 бала алтын белгіге үміткер. Мысалға былтырғы оқу жылында 6 бала алтын белгі алып қорғап шықса, биыл 14 бала. 128 баланың 14-і алтын белгі және 2 баламыз қызыл аттестатқа үміткер. Бұл деген сөз кәдімгі салыстырмалы түрде үлкен көрсеткіш, өсім. Енді менің TikTok түсіріп, контент түсіріп жүргенім ол ең бірінші кезекте баланың мектепке қызығушылығын арттыру, баламен бір толқында болу, олардың үнін есту, олардың жалпы мектепке, ұстазға деген көзқарасын өзгерту, енді креативті шығармашылық тұрғысынан аламыз. Енді мен ондай сындарды көп естіп жатамын, бірақ ол білімді ысырып қойып, тек қана TikTokпен түсіру деген сөз емес. Мысалы біз TikTokпен бір 30 секунд видео түсіретін болсақ, ол көп болса 5 минутты алады үзіліс уақытында, немесе балалар кетіп бара жатқан уақытта. Оның бір менің негізгі жұмысыма, уақытыма, графигіме кедергісі тиеді деп айта алмаймын. 14 бала деген жалпы 11 бітірейін деп тұрған түлектердің жалпы саны қанша? 128 бала. 128 баланың 14-і алтын белгі, 2-і аттестат. Бүгінгі күні 14 бала осылай алтын белгіге ие болып тұрғаны, бұл мен ойлаймын үлкен көрсеткіш. Бұл қала бойынша қазіргі таңда ең үлкен нәтиже. Бұны мен мақтан аламын. Өзіңіз көріп тұрғандай, біз шет жақта орналасқан мектеппіз.